Гүржістан астанасы Тбилиси қаласында жалғыз ғана мешіт бар. Ол Жұма мешіті. Жұма мешіті бұл мешіт 1723 жыл мен 1735 жылғы аралығында салынған мешіт екен. Негізінде бұл мешіт Осман империясының негізінде қаланған екен. Бұл мешіттің ерекшелігі әрі сирек кездесетін жері ол шииттер мен сүнниттердің қатар намаз оқитын жерінің болуы. Яғни құлшылық жасайтын орны екі михраб және жұма уағызы оқылатын екі түрлі мінбардың болуы. Оның біреуі шатыры бар мінбар сүнниттер үшін, ал екіншісі шатыры жоқ мінбар шииттер үшін. Бір қызығы, бұл жерде тұрақты түрде сүнниттер мен шииттер намаз оқып дұға етеді. Мешіттің архитектурасы ислам сәулет өнерінің стилі мен күңгірт нео готикалық сәулет өнерінің үйлесімділігімен ерекшеленеді.